Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Қазақ әдебиеті сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақтың тақырыбы «Мен балаң жарық күнде сәуле қуған» бөліміндегі Сұлтанмахмұт Торайғыровтың «Шәкірт ойы» өлеңі. Бүгінгі сабақтағы оқу мақсаты кейіпкерлер жүйесінің заманауи жаңашылдығын өзара салыстырып баға беру, көркем шығармалардан орта көлемді үзінділерді мәнерлеп оқу, жатқа айту. Бағалау критерийлері. Кейіпкерлер жүйесінің заманауи жаңашылдығын өзара салыстырып баға береді, көркем шығармадан орта көлемді үзінділерді табады, үзінділерді мәнерлеп оқиды. Енді шәкірт ойы өлеңінің мәтінімен танысайық. Қараңғы қазақ көгіне өрмелеп шығып күн болам. Қараңғылықтың көгіне күн болмағанда кім болам? Мұздаған елдің жүрегін жылытуға мен кірермін. Еңбек, бейнет тарауы, рақатқа сарқылар. Қыздырып күннің қарауы, надандық теңізі тартылар. Орны отайып көгерер, қызығын жайлап ел көрер. Тұрмыс, тағдыр бірде, бұл мақсаттан бұралмас. Қаһарман Рүстем әлі де, бұрам деп жолда тұра алмас. Сыланған жардың күлісі, алдандырмас бірісі. Мінекей оқушылар, біз Сұлтанмахмұт Торайғыровтың «Шәкірт ойы» өлеңінің мәтінімен таныстық. Енді осы өлең бойынша тапсырмалар ретін орындауға кірісейік. Бірінші тапсырма. Табу әдісі арқылы өлеңнен кестедегі тақырыпқа сәйкес үзіндіні тауып, мәнерлеп оқисыздар. Бірінші тақырып. Шәкірттің білім алуға құштарлығы өлеңнің қай бөлігінде берілген? Шәкірттің болашаққа деген сенімі өлеңнің қай тұсында көрініс берген? Шәкірттің мақсатына жетуде ешқандай кедергіден қаймықпайтыны қай жерде берілгенін табасыздар. Тапсырманың дескрипторы. Тиісті үзіндіні табады, үзіндіні мәнерлеп оқиды. Енді өзіміздің жауабымызды тексеріп көрейік. Бірінші тақырып. Шәкірттің білім алуға деген құштарлығы. Өлеңнің мына тұсында айқын көрініп тұр. Қараңғы қазақ көгіне өрмелеп шығып күн болам. Қараңғылықтың көгіне күн болмағанда кім болам? Мұздаған елдің жүрегін жылытуға мен кірермін. Екінші. Шәкірттің болашаққа деген сенімі мына тұста көрінеді. Еңбек, бейнет тарауы, рақатқа сарқылар. Қыздырып күннің қарауы, надандық теңізі тартылар. Орны отайып көгерер, қызығын жайлап ел көрер. Шәкірттің мақсатына жетуде ешқандай кедергіден қаймықпайтыны келесі үзіндіде көрінеді. Тұрмыс, тағдыр бірі де, бұл мақсаттан бұралмас. Қаһарман Рүстем әлі де, бұрам деп жолда тұра алмас. Сыланған жардың күлісі, алдандырмас бірісі. Жарайсыздар оқушылар, бұл тапсырманы талабына сәйкес орындап шықтық. Енді келесі тапсырмаға мән берейік. Екінші тапсырмада ақын өмір сүрген кездегі шәкірт ойы және бүгінгі 21 ғасырдағы шәкірт ойын салыстырамыз. Тапсырманың дескрипторы кейіпкердің заманауи жаңашылдығын өзара салыстырады. Енді өзіміздің жауабымызды тексеріп шығайық. Ақын өмір сүрген кездегі шәкірт ойы қандай? Ол кездегі шәкірт халыққа білім беріп, сауатын ашсам, елім үшін білім алсам, ұрпаққа білім беріп, надандықты жойсам деп армандайды.
Сондай-ақ, болашақта солардың қызығын ел көрсе екен. Білім алуға деген арманыма ешкім кедергі бола алмайды. Тек оқып, білімімді толған айдай толықтырсам, қызығын ел көрсе деп ойлайды. Ал бүгінгі шәкірт ойы қандай? Сұлтан Махмұт ақынның заманындағыдай қиындық, білімсіздік жоқ. Мектептен білім ала аламыз. Бүгінгі заманда оқып, білім аламын деген шәкірттерге барлық мүмкіндік бар. Оқулық, мектеп, білім беретін ұстаз, барлығы да қолжетімді. Тек білім алып, еліміздің өркендеуіне өз үлесімізді қоссақ деген арман бар екен. Жарайсыздар оқушылар, тапсырманы талапқа сай орындап шықтыңыздар. Енді ары қарай сабағымыздың келесі бөліміне өтеміз. Сабағымыздың қорытындысы. Біз бүгінгі сабақта Сұлтан Махмұт Торайғыровтың шәкірт ойы өлеңімен таныстық, өлеңнің тиісті үзінділерін тауып мәнерлеп оқыдық, өз көзқарасымызбен кейіпкер ойын заманауи тұрғыдан салыстырдық. Оқу тапсырмасы. Оқушылар, сіздер Сұлтан Махмұт заманындағы шәкірттерге бүгінгі заманның шәкірті атынан хат жазасыздар. Хат көлемі 70-80 сөз. Тапсырманың дескрипторы хат құрылымын сақтайды, өлеңдегі шәкірт ойын ескереді, шәкірттің болашағына сенім білдіретін тілектер жазады. Құрметті оқушылар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.